Мына жер енді складқа келдік ал. Кімнің склады екен деп айтыңыздаршы, кімнің? Мына жақарай ғой біздіңкі. Склад қайда, мынау ма? Мына жақарай. Келіңіздер. Мынау осы екі есік біздіңкі, сол қарай кіресіз ғой. Алма? Мынау үлкен проходтан кірейік. Біз жалпы бір жаңа ниша деп осы Китайға барған кезде пижама деген нәрсе кіргенбіз. Біраз ассортиментпен. Қазір енді бітіп атқаны ғой мынау. Қанша оборот жасап беріп отыр осы қазір? Қазір шамада 40 миллион үстінде ғой, 50-40 миллион оборот жасайды. Просто пижама. Бір магазин тек осы Алматы ғана. Жоқ, пижаманың өзі айына 20 миллион оборот тәшін жасайды. Просто пижамамен 20 миллион теңге сауда жасап отыр да. Бізде плюс мынандай заттарымыз бар. Бренд товарда сатамыз біз. Маршалдың наушниктері оригинал. Осындай маршалды заттар бар. Мысалға, Каспийдің өзінде 40-50 мыңнан сатылып отқан товарлар мысалға. Бұл екі түрлі вариантта ғана бар. Маршалдың бізде келеді. Мына бір стеллаж полный толып тұр. Жолда келе жатқаны бар. Мысалы үшін 30, 40, 50 мыңнан сатылатын товарлар. Мәшін бір ғана бренд, осының өзі бізге жақсы продажа келеді. Ана маршалды патент деп жатсыз. Жоқ, патент емес. Бұл товарлар кәдімгі бренд. Кім аша алады бұл товарды, кім сата алады, солар сатады ғой, жалпы айтқанда. Негізі бұндай товарды көрсетпейді кәсіпкерлер. Көрсетпеуіміз керек қой, біздің де негізі. Бұл бұлыңғыр қылып жасауға болмайды. Себебі андай да, өзімізге өзіміз конкуренция жасап аламыз. Көбісі қазір 60 миллион жасап жатыр, 100 миллион жасап жатыр деп назарды қазір дәл осылай аспаннан салбырап түскен жоқ ол. Қаншама еңбек жатыр да бұның артында, қаншама команда жұмыс жасап жатыр. Сразу бірден 50 миллион, 60 миллион тауып кетемін деп қызығып кіріп кетеді ғой. Жаңағыдай ғой. Просто біреу келеді да, давайте мен наушникті 50 мыңнан емес 30 мыңнан сатайын деп бағасын түсіреді. И соңында сен минусқа кіріп кетесің да. Бар ондайлар. Білетін адаммен мен всегда айтамын ғой, білетін адамнан ақыл кеңес алыңыздар. Жаңағыдай үйрену керек деген сияқты. Қанша теңгеден бастадыңыз Каспий магазинін? Каспий магазинді ма? Бірінші бастаған кезде қарызбен бастадық қой біз. Бірінші бастаған өзіне Китаймен бастағам. Барахолкамен бастаған жоқпын ше. Барахолканы кейіндеп қостық. Бірінші Китайдан заказ бергенде шамамен 3,5 миллиондай товарға заказ бергенбіз. Бірінші закупке. Сөйтіп минусқа жұмыс жасадыңыз, а? Жоқ. Сразу табысқа шықтыңыз? Сразу табыспен шықтық. Себебі ол кезде конкуренция аз, қойған бағаны өтетін кез ғой. Былайша жалпы тікелей Қытайдан алып жатсың, Тіке Қытайдан, Қазіргі товар тек Китайдан келеді. Полностью Қытайдан алдырасың, фурамен алдырасың. Мен қарап жүрмін, енді видеоларыңда салып жатасың, фурамен чисто товар келіп жатқанын көріп отырмын. Максимально негізі сен еще Астанада филиал бар, Астанада бар филиал, бұйырса Шымкент, Құдай қаласа. Жалпы негізі Астанадағы оборотты бәрін қосатын болсаң, бір қанша шығады? Енді біз фокус Алматыда көбіне. Бір шамамен 60-тың үстіне шығып қалады. Патентке көшіп жатқаннан кейін шамалы оборот түскенімен пайда көбейту мақсатында жұмыс жасап отырмыз. В общем, авторский товарларды қорғап жатсың ғой қазір, авторский сату үшін, Патентке дайындалып жатқан товарларымыз бар. Енді оларды көрсетпей қойсақ та болады, қазір шыны керек. Айна ғой сол десе. Зеркало көрсетпей қойық. Енді мына жақта товарлар бар бізде. Дрим деген естілуіңіз бар шығар. Пылесос десе. Мына бастан бастап пылесос, дальше мына жерге дейін. Шамамен бұлар. До конца осы жерге дейін. Шамада айтқанда енді умный пылесостар дейді, Дайсонға конкуренция жасайтын. Осы товарларды сатамыз біз. Мына жердің өзінде қанша бір 10 миллион товар жатқан шығар. Күніне қанша пылесос сатасыздар? Бұлар енді керемет өтпейді. Екеу-үшеу кейде жоқ та болып қалуы мүмкін. Шындығына келгенде, себебі бұл бренд товарларда, мысалы iPhone секілді бренд товарлар ғой, конкуренция өте үлкен болады. Яғни бұл жердегі конкуренция, мысалы, менен басқа тағы бұны 30 адам сатып отқан болуы мүмкін, менімен жарысып. Мынандай нәрсе бар да, Каспий магазинде мен байқаймын да, Каспий магазин онлайн магазин платформа ғой негізі. Сол жерде конкуренция өте көп негізі. Ходовой товарға өте көп конкуренция, бірақ жаңа айтып жатсың ғой, мына жерде кейбір патенттелген товарлар бар, көрсетпеймін деп жатыр да, нағыз кәсіпкер негізі шынайы бизнесін жақсы табыс тауып жатқан бизнесті негізі көрсетпейді, тығады кейбір заттарда. Сондықтан анау менде Инстаграмда тек қана магазинді көрсетіп отырмын ғой, сол сияқты ма? Бұны бренд деген жоқ біз. Тупо сатып отыр, өте қатты кетеді. Мысалға мынандай, шорты бар, типа женский ғой енді былай дегеніңіз. Бұның бағалары мысалға 3,5 мыңнан максимум сондай баға сатылады. 3,5 мың теңге сатылады. Енді оны айтпай қойын. Себебі пайда маржа қанша табасыз? Бізде пижама деген товарға пайда даже
бірге 50% қалуы мүмкін, бірге 1-де қалатын кездер болады. Енді ойлай ол беріңіздер. әртүрлі ғой. Өздеріңіз есептеп алыңыздар. Мысалға күніне бізде заказ саны 200 заказ, 300 заказ өтіп отырады күнделікті. Пижаманы TikToktан да сатып жатыр жұрттар, Каспий магазинде де көп, сол демпинг жағымен. Иә, проблема. Бізде енді мынандай магазин, проверенный магазин уж. Бізде 50 продажа қойған магазин. Кірілген адам отзывқа да қарайды ғой. Не, кімнен алып жатырмын товар. Біз тұрақты баға қойсақ та өтеді. Олармен жарысақ вообще қатты өтеді деген сияқты. Осы уақытқа дейін жарысып келдік. Қазір уже енді бір тұрақты сана қоямыз. Бұл соған дейін ғана жарыссақ жетеді, ары қарай уже қарай бер деген сияқты. Патенттелген товарларыңызға демпинг жасайсыз ба? Жоқ. Патенттелген товар бұл мен қойып қойған баға болды. Мысалға 6000-нан келіп отқан товарды мен 25 мың сатамын. Былайша келгенде. Патент ол товарды көрсетпей-ақ қояйын дегенім сол. Әлі мен карточкаларым патент болған жоқ қой. Карточкалар енді августке қарай патент болады, жабылады. Ал оған дейін бағанағыдай алып келіп бірге менімен жарысып сатқысы келетіндер көбейеді да. Ондай адамдар жоқ емес бар. Патент дегеннен кейін уже сенен басқа ешкім сата алмайды. Иә, сата алмайды. Шығарып жібереді. Иә, оған дейін просто көрсеткім келмей жатқаны сол үшін. Красавчик, көрдіңіздер ма? Негізі білетін адамнан сұра деп айтатын осы жерде тағы бір несі дәлелі. Яғни бизнесте сен практикалық түрде жүрсің ғой. Қазір нешедесің, жасың нешеде? 24-ке келдім. 24-ке енді келіп жатыр. Бірақ қарамағында уже Астанада филиалда, Астанадағы видеосы бар біздің қыста түсірген. Иә. Астанада филиалда енді ашқан. Иә, енді ашқан. Қазір ол да уже 20-30 миллион оборот жасап жатыр деп тұр. Еще Астанаға вообще қашан бардың соңғы рет? Филиалды тексеруге, былай ысқақты көруге. Білмеймін ше. Онлайн ол жақта. Короче, операционка делегирование. Иә. Ол жақта барып жатқан жоқпын даже. Вообще мен ана бүйтіп былай айтайыншы, Каспий магазинді үйретемін дейтіндер көп та. Ашық баласың ғой, Инстаграм, әлеуметтік. Каспий магазинмен сатуды үйретемін, бүйтем, сөйтем дейді. Бірақ аналардың артын тексерсең, осындай бір я склады жоқ, я бизнесі жоқ та. И мен сенің бір көрген жоқпын, біреуге бір нәрсе үйретіп отқаныңды. Көрсетпе, тығып жүрейік. Енді былайша негізі осындай мамандардан негізі сабақ алу керек. Сіздерге мен постоянно айтамын, практиктерден алыңыздар білімді. Артынан қуып жүріп шай ішемін десеңіздер де, мысалға шыны керек, мысалға мен Каспий магазинінің внутренний операционный жұмыстарын білмеймін, но практик сіздерге мысалға назар менде өзім қанша уже бір жыл ең бірінші тұңғышым болып кеттің ғой сен негізі, тұңғышым болып бірінші потогымда білім алып кеткен жігіт инвестиция тартуға келді, қазір инвестициясын тартып өзінің оборотын айналдырып тастаған, потологын қойып тастаған. Сондықтан дәл осылай әрекет жасаған адамдарға негізі мен айтамын ғой, тәуекелшілдер жақсы көреді. Тәуекел жасадың, айтып жатсың ғой, жаңа кредитке, қарызға да кірдім, басқасына да кірдім, бірақ соның бәрінен шықтым деп жатсың, красавчик. Негізі Алматыдағы да бір сәтін салып көріп жатырмыз енді. Иә, Алматыда склад, жаңа складты көріп жатсыздар ғой, жақсы. Ана складқа барғанда бүйтіп түзіп жүріп, бүйтіп шығып, бүйтіп көретін едіңіздер да. Мына жақта екен. Иә, бұл жақ екен. Енді мына жақта бізде основной не бар енді? Мына бір товарларымыз бар. Енді мен Инстаграмға бір бөлісіп жүрмін ғой адамдарға. Бұл не? Массажер деген. Для похудения оны тұр. Дәл өз. Сол товарды өзім брендпен әкеліп жатыр. Арықтата не? Семіздер арықтата. Тренд товар. Тренд товар. Бұны біз бір фурасын қанша бір айда саттық па? Бір айда саттық қой бір фура товар. Бар ма ашылған көрейік? Ашысын мынаны айтып. Видеода көрсетейік та не товар екен. Қызық болады, маған арықтау керек болады ғой. Жоқ, ол мынандай ғой. Спорт бар, фитнеске барып, әйел адамдар в основном үлкен кісілер алады. Андай фитнеске барып, қанша тұрады бағасы? Тұрады, күніге бір 15 минут тұрады. Нарықта бағасы қанша тұрады? Нарықтағы бағасы 20 мың үстінде, 20 мың, 30 мың. Біздің бағалар 27-26 мың айналасында. Бізге келу бағасын, енді оны айтпай-ақ қойын. Оны айтсақ, ол да бәрі қызық болып кетеді. Шаса жар. Айтпай-ақ қойын деген жерде қалдырасың. Кәм элементарный шағын ғана нәрсе сияқты ғой, тапсыршы. Қазір мен көрдім мынаны видеода. Короче, қойып аласың да, типа табан массаж жасайды. Иә. Бұл тек тоқпен істей ма? Зарядталады ғой негізі. Ол тағы да негізі неде тұрып түсіріліп қалмасын. Бренд атауы бар, ана астында жазылып қойған уже. Назар мир дейтін қарат. Красавчик. Мамам видеодан көрсету керек, қалай жұмыс жасайтын ше. Негізі, иә, ол көп жерде көп виброплатформа для похудения десеңіз, көп жерден шығады. Біздегі склад, бұл енді киім товары ғой бұл жерде. Бұл бізге жалпы айтқан кезде
мен не үшін қосқам, себебі бастапқыдағы не андай ойлау сотрудниктердің ақшасын осымен шығарамын деген нәрсе болды да менде. Өзім патент деген товарыммен жеке өзіме қалады, а бұл сотрудниктердің ақшасын смело шығарады ай сайын. Зарплатасы. Қаншадан бар сонда? Команданы мен қазір азайтып отырмын, качествоға жұмыс жасап, уже бізде мында бір 6 бала, Астанада біреу ғана, қазір 7 ғана адам. Финансистпен 8. Финансистмен тоже онлайн. Барлығын ай сайын отчет сол кісі тапсырып беріп отырады. Қанша тауып жатырмын, қанша таппай жатырмын, өзім есептемеймін оны. Иә, 8 адамға жұмыс беріп жатсың, финансистің бар. Бухгалтер ма или финансист? Финансист. Бухгалтер емес. Қандай сұрақ? Бизнесті цифрмен басқарып жатсың? Иә. Полностью цифрмен басқарып, сосын сен қазір спокойно бүйтіп жүрсің, иә? Иә, сонан кейін Елегер деп тұрсам, иә? Әйтпесе, аяқтың жүру ондай. Мысалға, фин-модель деп қақсайтын нәрселеріміз бар ғой. Былайша фин-моделі жасалмаған болса, инвестор тартпайды деген айтшы. Иә. Цифр болды, фин-моделі болды, жүйесін қойды, системасын қойды, операционкадан шығам деді. 24 жасында бизнесті құрастырды, Каспий магазин негізі номер 1-дер дәл осылай жасап жатқан бизнесін көбінесе көрсете бермейді. Біз өзім енді оқушым болғаннан кейін почти заставить еттік қой көрсетесін деп ше. Соның өзінде бір-екі тауарларын қазір патенттеп қойған, оны кейін көре жатарсыздар. Ну, элементарно бір ғана продукциясын көрсетіп тұрмыз, примерно қанша шақты, иә? Бір жерде бір 15-20 шақты позиция шығар. 15 позиция. Мен Орда маркетте бір 5000 позиция сататын шығармын. Сөйтпей терлеп жүріп 30-40 миллион жасаймыз. Жақсы ғой. Сол үшін Аллаға шүкір дами берсін кәсіп. Баян ханым, тағы да сұрақтар бар ма? Қанша инвестиция таптыңыз, қанша миллион инвестиция? Білмеймін ше деген ғой. Мен инвестиция тартып қайттан жауып тастадым. Жоқ, бүйтіп айтайықшы. Общий тарта алғаным ба? Сен маған обучение келген кезде инвестиция керек, сол үшін келдің ғой, иә? Сен инвестиция тарттың, бірінші 40 миллион тарттым дедің, иә? 40, 15, 20, 5. Общий қанша? 70 миллион ба? Иә, сондай тарттым. Жағынан қайтарып тастадым. 70 миллионды уже қайтардың? Жоқ, 70 миллион бір 25 миллион қайтарылған жоқ. В общем, 50 миллион теңге инвестицияны қайтарып тастадым. Бір сөзіңді айтып қалдың да жаңа келе жатқан кезде машина. Мен уже инвестиция салып алдым, инвесторға айналдым дедім ғой. Иә, мен бір жігіттерге 60 миллион салайын деп отырмын. 60 миллион теңге салып, мен өзім инвестор болып отырсың. Өзім инвестор болып отырмын. Пожалуйста. Бір жылдың ішінде инвестиция керек деп келген бала. Мына счеттан аудардық 60 миллион теңге. Енді бүгіндері наличкаға айналдырып, ол кісілермен контрактіге отырамыз, договорға. Пожалуйста. Инвестиция іздеп білген кезіндегі назар қазір өзі инвесторға айналды, пожалуйста. Қосымша табыс. Жасайым деген адамдарға негізі бизнесі де жүріп жатыр, өзі уже былай айтсақ болады екен ғой, саған назар инвестор, бизнесмен деп Инстаграмды өзгертіп қойдың ба? Жоқ. Каспий экспертпіз әлі. Каспий эксперт болып тұрмыз. Ана жақты көресіздер ма? Бұл жақта енді оны бірақшы Нұрдәулет болоңғыр қыласын, мутный қылып, болоңғыр тастайсың ғой мына жақта. Көреміз. Көргенде, болоңғыр қылу керек, бұл жақта товар полный. Екен айтпай қойсаңызшы бұл. Бұл не ал? Крес алып сұрайды ғой, жаман еді. Бұл, в общем, менің... Бұл жалпы айтқан кезде біздің общий патент товар. Болашақ, жалпы менің Каспийдегі ең жақсы сататын затым ғой. Байша еген. Патенттің атын тұрақ түсінеді, бәрі білетін болды ғой. Назар, мир деп тұр ғой. Негізі бұлдырлат жібере саласың ғой, Нұрдәулет. Иә, мына жақты. Қаға көрсетпей қояқ енді, бренд болып жатыр, бренд. Мына жақты негізі сіздерге көрсетейін деген мысалға. Красавчик, негізі товар не жерде енді. Көрініп тұр, оборот үлкен екен. Товарыңызды көріп қойдым. Ол коврик қой. Өзіміз жатамыз ол. Бұрын анау Астанада болған нәрсе осы, иә? Астанада әлі бар ол. Әлі бар ма? Оны да біз әлі сол тиімді бағамен кіргізіп сатып жатырмыз ғой. Ол баға өте керемет сатылым жасап отқан товар ол да негізі. Жалпы мына жерде бізде кешегі күні келген фура, тағы да бізге бір фура товар смело сет. Сол үшін мен үлкен не алдым да. Себебі қазір Китайда... Қанша квадрат склад общий? 250. 250 квадрат складта жұмыс жасап жатсың, иә қазір? Алдағы уақытта үлкейту мақсат бар ма негізі? Үлкейтіп болғаным ғой. Нормально ма осы? 100 қаншадан ауыстық біз шамамен? 150-ге жетпейтін квадратта тұрдық, симай. Қазір 137, иә. Қазір 250-ге кеттік қой мен. Красавчик, молодец. Оның барлығы енді зеркало бір сөзбен айтқанда әртүрлі ассортимент, қанша
анадан бір позицияда бір 20 шақты зеркало бар ғой, 20 түрлі. Удалить фонды қап-қарап сау керек қар. Иә, тың деген сипалды. Осындай қазіргі жағдайда состояние осы. Красавчик, молодец. Каспий туралы сұрақ қойсаңызшы, келсеңізші. Жоқ енді не ғой, жалпы сіздің 50-60 миллион жасаудағы 50-60 миллион жасаудағы неңіз секрет қандай? Например, 2022-23-те Каспийде демпинг арқылы барлығы жұмыс жасады ғой. Ал қазір сізде демпингсіз өзіңіздің стратегияңыз бар ма 50-60 миллион жасауға деген Каспийдің ішінде? Өйткені сол пижаманы 2-ның бірі сатып жатыр, дұрыс қой, иә? Иә, он 2-ның бірі сатып жатыр, оны жасыратын зат емес. Жаңағы тренажерка мынау. Оны да сатып жатыр бар. Оны да қазір тренд товар, пылесос брендтер де сатып жатыр, ол да тренд, иә, мысалы. Мынау құпия, ол да былайша айтқанда тренд товардың бірі ретінде. А вот сізде қандай стратегия сонымен бөлісе аласыз ба? Стратегия болғанда продажаны ұстап тұру, күнде Каспий жұма сияқты продажа болудың секреті. Бізде енді анализ жасау керекпіз ғой. Нақты бір анализбен отырылған нәрсе. И сол анализбен жасаған нәрсені дальше продвигать етеміз ғой. Каспийдің ішінде внутренний рекламасы бар, ішкі реклама. Мысалы, таргетке жіберсеңіз де бір, тиктоктан жіберсеңіз таргетке, инстадан таргет. Сол секілді біздің де өзіміздің ішімізде таргет секілді нәрсе бар. Қанша жұмсайсыз күніне таргетке? Біз мысалға айына 500-600 теңге рекламаны өзін жұмсаймыз. Каспийдің өзінің ішкі рекламасында 500-600 реклама сатып жатыр, иә? Как минимум сол 500-600 болады ай сайын. Ол финансистпен кәдімгі есепте барлығы бар. Соның арқасында адамдар корзинаға салады, адам көру мақсатында ғой. Енді мысалға бір товарын платформа деп жасаса, жаңағыдай для похудения деп жасаса, мысалға рекламадағы товар бірінші шығарады Каспий. Рекламаны егер дұрыс жүріп тұрса. Рекламаны дұрыс жіберудің неше түрлері бар. Оны да сатады ғой адамдар. Эксперттер сатады. Өзім жіберемін. Өзім жіберемін оны. Белгілі бір жолдар бар. Оны да мысалы жұрттар 100-200 мың сатып жатыр, эксперттер рекламаны жіберудің өзін. Мысалы оны да бір 3-4 түрлі жолы бар. Солай жібереміз. Әр түрлі жолмен жібереміз. Ол қай жолмен болса да бізге табыс алып келетін болғаннан кейін рекламадан біз ақша бір аса қатты аямаймыз. Маркетингке вообще ақшаны аямау керек па? Маркетингке көбірек ақша жұмсаған сайын продажа соғұрлым жоғарылайды. Маған қарап күледі. Анау неше енді осы тренд товарлар тиктокта да жақсы сатылып жатыр. Сіз тиктокқа кіріп көрдіңіз ба? Жоқ. Жалпы қалай ол не үшін Каспий таңдадыңыз? Неге тикток емес? Өйткені тиктокта оңай сатылып жатыр. Мынандай да, тиктокта енді стриммен сатады. Сонымен қатар, адаммен сөйлесу бар да тиктокта. Біз Каспийде адаммен сөйлеспейміз ғой. Баянған, өйтіп товар аласыз ба деп отырмаймын да мен. Давай лучше қойып қоям, рекламаны берем, бүкіл описание бар, бүкіл характеристикасы бар. Адам көретті ұнатса, бұл заказ береді. Артық проблема жоқ. Алады, заказды аламыздан жібереміз қала-қалаға, мысалы қай жаққа жіберетін болсақ. Бұл солай ғана жұмыс. Тиктокта, мысалы инстаграмнан сату, ол дәстүрлі бизнес қой, бұрынғы онлайн болған күннің өзінде бір адам 5-6 касание жасау керек. Тікелей сізбен отырамын да мен аласыз ба деймін, сіз қазір ойланып алайын дейсіз, күйеуіме айтайын дейсіз. Сондай әңгімемен ол ұзақ болады да. Ал мына жақта процесс оңай емес, тез-тез. Жоқ, қандай болады мысалы, Каспийді қарап отырады да, бірнеше магазин салыстырып отырады да, бір магазинге звондай салады. Сол кездерде менеджер бар. Да. Иә. Бізде менеджер бар, оны арнайы. Кәдімгі клиенттерге енді қазір мындай дамыған заман ғой, бот деген нәрселер көп қолданамыз ғой. Жалпы сіз заказ берсеңіз, бізден сразу магазин атынан сообщение барады Каспий несіне WhatsApp-ына. Осындай затыңыз заказ берген екенсіз, осындай уақытта барады, осылай сіздің заказыңыз жіберіп жатыр. Барлық нәрсе айтылады. Бүкіл данныйды сразу жібереміз, бот арқылы біз. Бот қосылған. Продажаның тұрақты және көп болуына бірінші маркетинг, екінші сервисі. Иә, сервис керек. Так, енді мынандай сұрақ. Жалпы дайындалып келмейсіз ба деп. Анализ. Вот не үшін товарларды таңдадыңыз? Не үшін товарлар? Арнайы, например, Каспий бот бар, иә? Анализ жасап беретін. Или өзіңіз отырасыз ба? Жалпы мысалы 0-ден бастап жатқандар, қалай ниша таңдау керек Каспийде? Өйткені көп қой қазір. Мысалға біз айтамыз ғой, өзім рилстарымда да айтқанмын, негізі ниша бойынша анализ жасағанда 70-80% әйелдер отырады маркетплейсте. Телефонда негізі.
біздерге уақыт жоқ қой еркектерде, әйтеуір анда кетеді, мында кетеді, телефон көп ұстамайсың. Әйелдер отырып алады да шұқылана береді ғой. Инстаграм нақтылар әлеуметтік желіден шықпайды. Каспиге де солар кіреді, мысалы, көбіне. Былай келгенде 70-80% әйел бірінші әйтеуір өзін ойламаса да бала шағасын ойлайды, отбасын ойлайды, сосын өзін ойлайды, сонда барып күйеуін ойлайды ғой, жаңағыдай. Күйеуіме де рөл ала салайын деп. Сол үшін енді анализді де солай жасауға болады да. Енді білмейтін адамдарға, нөлден бастап жатқан адамдар жаңағыдай жай анализ солай жасауы мүмкін. Енді бізде мысалға біздің заттарды көп адам әкеп сата алмайды. Мен өзім әкеліп жатқан товарды. Бұл біраз рискованный жұмыс та. Товарымыз сондай. Оны біраз адамдар біледі, енді өзім подписчиктерім не сататынын біледі ғой енді. Басқа адамдар білмеуі мүмкін, мына коробканың ішінде не бар мысалға, не болуы мүмкін деген секілді. Мүмкін не бар шығар, ширма бар шығар, может бір сушилка бар шығар деген секілді. Сол үшін біздің товарда бір артықшылық, конкуренция көп емес, мына товар бойынша. Конкуренция жасай алса, сол Китайлар жасайды, басқа ешкім жасай алмайды. Вообще негізі айналысып жүрген кезде сен өзіңе бір товарды самый жаңағыдай топовый бренд қылып жатсың ғой өзіңе. Сол. Конкуренция создать етпейтіндей, болашақта жаңағыдай патентке қойылып жатыр, тек қана өзің Қазақстан бойынша өзің сатасың. Жалпы СНГ бойынша да өзің сатуға болады ғой негізі. СНГ-да жоқ, бірақ Россияға неге шығып сатсаң болады мысалы. Россияға шығып жатырмыз ғой. Уже ар жақта тұрған коробкадегі товарлар Россияға кетіп жатыр. Россияға жіберіп жатсың ба? Уже Россияға отправка жасап жатыр. Пожалуйста. Вайлверске жайлап қадам басып отыр. Короче, Назарханның стратегиясы. Назар мырза. Каспийде сатылды. Басын айтыңыз, Назар мырза десеңіз. Ойбай қалдыңыз. Назар мырзаның Каспийдегі күшті продажа сатуының стратегиясы товарыңды патенттеу и бренд. Бренд. Вот 2025 жылғы тренд Каспийде сатудың бренд. Брендің болса, короче, сен конкурент ешкім саған демпингті жасай алмайды, болмайды. Рынокта сен жалғыз өзің боласың, былайша енді баяғы біздің қазекеңдер айтады ғой, монополистер дейді. Монополистке айналу үшін де ол қаншама еңбек жасап жатсың ғой негізі. Ол көбісі айтады негізі ше, мынандай неге сұраққа жауап берші. Неге завод ашпайсыңдар, неге цех ашпайсыңдар, неге өздерің осы продукцияны Қытайдан алмай өздерің шығармайсыңдар дейді да мысалға. Соларға не деп жауап бересің? Қазір соны ойланып жатырмыз. Мен себебі Китайлармен өзім сөйлестім ғой, заводқа барып, дәл осы алып жатқан товардың заводымен сөйлескен кезде бізге $500,000 деді. Дәл осындай завод ашып, осылай объем жасау үшін деп. $500,000-ға зат жалпы не деуші еді? Құрал жабдықтары. Шикізат, құрал жабдық соның барлығы кіреді. Енді $500,000 дегенге мысалы бізде қалта көтермейді ғой ондай нәрсе. Қалта көтеру мүмкін, жаңағыдай инвестиция тартып, бірақ оны ақтау уақытында ұзақ болады да. Былайша жалпы мен де сол көбінесе айтамын да, сен цех ашасың, бірақ цехқа сен соответственно ол деген Қытай мысалы бүкіл әлемге өткізіп отыр ғой товарды. Ал сенде қазір СНГ-ға өткізетіндей бір жүйені қалыптастырып алып, бірінші содан кейін оборотыңды үлкейтіп, примерно сен қазір складың 250 квадрат болса, 1000 квадрат склад болған кезде, вот сол кезде мен ашуға болады деп ойлаймын да, цехты, заводты ше. Негізі солай. Неге? Өйткені сен сата алмасаң, оны заводтың ішіндегі қаншама содержать ететін, зарплатаға беретін қаншама адамға айлығын төлейсің, налогын төлейсің. Бұл жерде үлкен жауапкершілік бар. Ал заводты содержать етудің өзі үлкен қаражаттарды талап етеді. Сондықтан бірінші сатып, сондай объемды сата алмайынша керек емес деп ойлаймын. Мен сөйтіп айтамын өзім негізі. Завод ашудың вообще қажеті жоқ деген сияқты. Қазірше завод ашудың бір аса қажеттілігі жоқ. Сондықтан максимальный кәдімгідей бір белгілі бір жетістікке жетіп, сосын барып уже заводқа келуге болады. Өйткені қазір біз Қытайға конкурент бола аламыз деп айту енді қазір мен әлі ерте и даже қиын болады. Не үшін? Өйткені бір ғана товар ғой қазір сатып жатқаныңда, мысалға Қытай бір ғана товар сатып жатқан жоқ та, ол бірнеше товар сатып жатыр ғой. Бүкіл әлемді бағындырып отыр. Сондықтан Made in Қазақстан деп те шығарып бере алады олар. Келіссеңіз бүкіл нәрсеге келісіп отыр ғой. Қалай шығарып бер, қалай істе, өзіміз таңдаймыз. Осылай жасаңыз, осылай істеңіз. Возвраттар бар ма негізі? Возврат болады. Енді бізде 2-3%, 4% кетіп қалады кейде возврат. Енді ол любой жұмыста болады возврат деген. Неге брендтің аты Назар Мир? Назар Мир деген брендтің аты. Мен өзім атыма патент жасағым келді. Бізде енді мир деген, әлем деген сөз
былайша келгенде. И сосын мирдің екінші атауы да бар да негізі. Біздің брендке байланысты соны тың тегізе саласың. Себебі айнаның английский mirror деген сөз. Мир мен на русском былай келгенде, английский былай келгенде назар деген әлемі әлем бойынша бренд даму керек деп тұр ғой енді. Назар әлемі деген секілді қылып мақсатта сондай қылып бастағам негізі. Екінші жағынан жаңағыдай өзімнің патентіме байланысты бір сөзі бар да. Сол үшін осындай бір тоқтамға келіп, логотипімізді осылай жасап, әлем деген мағынаны білдіреді. Дөңгелектің ішінде. Назардың әлемі осылай бөлінеді деген секілді вариантта ғой. Екінші сұрақ, саған обучение келген кезде саған наказание берілді ма болса? Инвестиция таппасаң наказание болады деген. Берілді ғой. Мен жасадым ғой. Соңғы бір күн қалған кезде. Мен деген жалаңаш жібермейтін соңғы қанша? Бір апта қалған кезде мен тарттым ғой. Короче, сол наказание арқасында инвестиция тартып, короче, цель болды ғой енді, сенде өзіңе инвестиция тарту керек деген дұрыс па? Запрос сондай болды, инвестициясын тартты, қазір өзі инвесторға айналып отыр. Красавчик негізі болды. Мына жерде көп көрсете бермей қой, мына қиналып кетесің монтаж жасаған кезде. Дыңылдататын нәрселер көп болып жатыр сенде. Мына жақ негізі, бұл жақ вообще былай келген кезде аса қатты көрсетілмеген жақ. Мынау түсіріп тұрған жер норма көрсетуге. Бірақ товардың атын бәрібір адам, сәл умный адам болса, назар мир деп Каспиге кіріп тауып алады. Иә. Не көресің? Не көрсетейін?